болды. Ешкімнің бетіне қарап басын сипап отыратын заман емес. Біздің қазақтың балаларын қарасаң, енді мен қазақ болсын, тек қана қазақ үшін сөйлейінші, басқа ұлттар өздерінің сөйлеп алар. Біз нация образующая нация қазақпыз. Біз қазақ болғасын, қазақ мемлекеті тұр. Қалғандары бәрі диаспора. Мен ана жолы айттым. Біз диаспора болып отырмыз. Қаншама диаспора бар, 30-130 атсат деді ғой, бәртері бір ауыздай бір ел болып Қазақстан Республикасы болып отырмыз. Жаңағы 19 миллион халқы бар дейді. Ана жолы айтқам өзім. 19 миллион дейді. Сонда 19-ың бүйтіп саусақпен санап шықсаң, 10 миллионы ғана қазақ қалып тұр. Сонда мы исчезающая нация. Если былай қарасаң, біз мынандай алып-қауыт жеріміз бар, сандығымыз толған байлық бар, но санымыз, плотность населения деген 10 миллионмен сен қалай айтасың, мен қазақпын деп. Потому что сен құрып баратқан убывающая нация. Жаңа қалай айтып едім орысша? Нация, идущая на исчезновение. Енді сол үшін не істеу керек? Жалпы Қазақстан бойынша жаңағы заңдары қала берсін. Мы как исчезающая нация ретінде. Шынымен ғой, 10 миллион, мынандай алып-ауыт жерде 10 миллион қазақты, жаңағы шетелдің бәрін жинағанда азар болса 15 миллион, ол шетелдік саналмайды. Қазақтың жерінде 10 миллион қазақ болғасын, жаңадан программа қабылдау керек, жаңадан заң қабылдау керек. Сонда біздің қазақтың демографиясын көтеретін бұл заң тек қана қазаққа ғана қатысы болу керек. Себебі қазақ ұлтын құтқару керек. Мы идем на уничтожение. Мы убывающая нация, мы исчезающая нация дедім. Түсініңіз бе? Ол исчезающий деген қазақтың саны одан арман. Мына зұлыматтан бастаңыздар. Қанша соғыстан, ашаршылықтан келеге, сол ашаршылық кезде де қазақтың саны көбірек болды ғой. Соның бәрін жиып алып келгенде, қазір 10 миллионның деген сөз, біз наоборот кері кетіп баратқанымызбыз ғой. Сонда мына жер кімдікі? Сол үшін жаңадан заң қабылдау керек. Тек қана для спасения исчезающей нации деп кәдімгі дұрыс заңгерлер отырсыңдар ғой, сөзбен күштілеп тұрып, сондай заң басын шығарып, соң заң қабылдау керек. Шешелердің жаңағы осы заң бойынша әр ана 10 баладан кем бала таппау керек. Ананың жағдайын жасау керек, бүткіл медицинасы бар, бүткіл қаражаты бар, бәрі ол программа жасағасын, керемет жасау. Әкенің жағдайын жасау керек. Әке ол жұмыс жасайды, шаршап келеді, оның денсаулығы бар. Отцовский капитал, материнский капитал дегенді жасау керек. Но бұл заңда шектеу ғана қою керек. Кім, сен қазақсың ба? Сен 2-3 бала туып, мәз осы заңның пайдаланып болсын ба? Жақсылар, жоқ, извини, пожалуйста. Онда ол неден шығарып тастау керек. Демек көп балалы аналарға, Тек қана 10 баладан төмен болмау керек. Сонда біз ұлтымызды құтқарамыз. Мы былай ғана исчезающая нация ғой. Мы исчезающая нация. Если былай ойлан өңіліп қарасаң, мы исчезающая нация. Сонда осы біздің қашанға шейін тоналады, қашан, мен өзім ойлаймын, осы өкімет басына барғандар, ей қазақтар, сендер қазақтан тудыңдар ма, кімнен тудыңдар? Ертең өлсеңдер қаласыңдар ғой, балаларыңа жиған тергендерің қалады. Міне Назарбаев пример ғой, соншама тонап, қазір неғысы қалып жатыр, шетінен қазір бәрін алады, түксіз қалады. Сонда неге ұлт үшін өмір сүрмейсіңдер? Сен бір нан жесең, халқында бір насын жесін ғой. Түсінбеймін, может, қарасаң қазір, как будто вот я высокопарные слова говорю, но просто мынау жауыр болып кеткен жүрегіңе бар ғой, сонда ойлайсың, мына қазақ, сен не үшін еркек болып жүрсің, Сен еркек болғасын, сен тек қатын, бала шағаңа жауапты емессің, сен бүткіл мемлекетке жауаптысың. Даже простой строитель, сен мына қазақтың болашағына, сен міндетсің жауап беруге. Оның бәрі неге ыдырап кетті? Неге қазақ бір-біріне жау болды? Неге қазақ бір-біріне сенбейтін болды? Неге қазақ бір-біріне жат болғаны 30 жылда қазақтың идеологиясын өлтіріп тастады? Біз қандай ұлт едік? Біреуінің көз жасақсақ, бүткіл ауыл барып сүртетін қазақ едік қой. Ол сондай қазақтың құндылығы, мына идеологияны өлтіргесін қазақтың құндылығы да өліп кетті ғой. Қазір тек қана на выживание қалды. Соның бәрін алып тастап, қайтадан қазақтың, өзіміздің қазақтың қанымызға сіңген қасиеттерді көтеру керек. Ол бір-біріңе мейірімдік, бір-біріңе жақсылық, бір-біріңе тек қана жылы сөз айту. Нанын берме, қазанына ас салма. Қазағым, қандайсың деп, бір жақсы сөзіңді айтып, бір көтермелеп қойсаң болды ғой. Солай ғой енді, өмір деген солай ғой. Өкіметте отырғандар, міндетті түрде, мы казахи, біз қазақ,
Мы казахи деп сендерге айтамын, жартыларың ақылақсыңдар ғой. Мы казахи, исчезающая нация. Надо нашу нацию спасать. Өте тамаша. Енді сіз жаңа айтып отырсыз ғой, шынымен де заңдарға өзгеріс керек. Мына бізде отырған депутаттар соны қолға алу керек деп. Қазіргі осы отырған депутаттардың жалпы түрлі заңдарға өзгеріс енгізіп отыр. Жаңадан заң қабылдап отыр. Соларға көңіліңіз тола ма сіздің? Шынымен жауап беріңізші. Бірақ сөзбен айтайын ба? Менің есігім алдында бір күшті сыпыртқы бар. Ұнамаған затын бәрін сыпырып тастаймын. Ол мусор. Сол себептен 100% деп айтпаймын. Соның 80% мусор ғой. Демек 80%-дары отырған депутаттар мусор ма? 80%, 20% ғана, е? Ал 20%-ың 80-ге қалай күші жетеді? Айтшы. Ұлтты ойламайды. Ішкен тамағын ғана ойлайды. Жұмсақ төсегін ойлайды. Ал ұлттығын ойлайды. Неге оны жалдақ болып кеттік сіздің ойыңызша? Енді отырды ғой ана ағалары. Соның бәрі. Мен ең таң қалатын бар ғой. Біздің қазақ ар дегенде тұратын. Мен армын деп сөйлейтін қазақ. Армын деп сөйлейтін қазақ. Неге қазір кім патқалин болса, первое место қазақ алып отыр. Кім кидалы болса, первое место қазақ алып отыр. Не? Жаңа айтқан идеологияны өлтіргендік.